Енді былай тағы бір нәрсе бар да, бұның тағы бір жағы бар да. Көп, мысалы, сіз сияқты үлкен кісілер келеді маған. Енді 72-дегі студент болды бізде, 74 жастағы кісілер келеді. Сонда үлкен кісілер көп келеді да. Олар көп нәрсесін кезінде жіберіп алған. Солардың әңгімесін тыңдап отырсақ, былай, ой, кезінде мынанша болған кезде алмаппыз. Ол мынандай тиын тұрды ғой, сол кезде менің қалтамда ақша болды. Бәрін айтатын осы. Қалтамда ақша, ешкім маған айтқан жоқ қой. Түсініңіз ба? Ешкім ол кезде оған айтқан жоқ. Мынаны ал, ертең мынау болады ертең деген сияқты. Сол сияқты олардың қазір соның салдарын көріп жатыр да. Сондықтан көбірек халық білу керек. Білу керек, тану керек, осы білімді алу керек деп ойлаймын. Өйткені кішкене сауатты болу керек адамдар. Сол кезде дұрыс, мысалы, үйге де ақша жинайтын адамдар бар. Ақша жинай алмайтын адамдар бар сияқты. Көп қой енді, біреулер неге қарапайым тұрмыста өмір сүреді, бірақ 6-7 квартирасын алып жатыр. Өйткені олар дұрыс жинай алады ақшаны.